Аспанжар, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Ақнұр апай? Аспанжар, сіз зерттеуші жұмыстарын жақсы көресіз бе? Иә, жақсы көремін. Зерттеу жұмыстарын жасап көргенсіз бе? Жоқ. Ендеше, онда бүгін біз зерттеу жұмысын жасаймыз. Бүгінгі зерттеу жұмысымыздың тақырыбы суға түскен түрлі түсті бояулар. Ол жұмысты біз бастамас бұрын бізге мынау қоюланған су керек. Және түрлі түсті бізге бояулар керек. Түрлі түсті бояулар керек. Және бізге қылқалам керек. Және оның тарағы керек бізге. Соңғысы бізге мына жерде ақ түсті қағазымыз керек. Ең бастысы мына ақ түсті біздің ыдысымыз керек. Аспанжар, бізге мына зерттеуші жұмыстарын жасамас бұрын бірінші қауіпсіздік ережесін біз ұмытпау керекпіз. Мына суымызды ішуге болмайды, ұстауға болмайды. Түрлі түсті бояуларымызды да ішуге болмайды. Мына біздің үшкір таяқшаларымызбен де ойнауға болмайды. Жарайды ма? Осы ережелерді біз міндетті түрде сақтау керек біз жұмыс барысында. Жартыдан сәл жоғары қылып құямыз, е? Осы жеткілікті. Бізге енді мына ақ түсті суға түрлі түсті бояулар жер үшін ең бірінші мына қылқаламмен жұмысты бастайық. Жарай ма? Қылқаламызды батырамыз да, ал енді өзін алып, нүкте-нүкте қылып домалақ қылып шықсам болады. Не істеп жатыр? Түстердің домалақ дәу болып жатыр. Аспанжар, біз бағана қылқаламмен жұмыс жасадық қой. Енді мына таяқшамен жұмыс жасайық. Жарайды ма? Енді Аспанжар, мына жерден аламыз таяқшаны. Енді тағы да домалақтап шықсам болады осы көк түстің үстіне. Жақсылап батыра бер. Ал енді Аспанжар, тағы қандай түсті алсақ болады? Қызыл. Қызылды жібереміз ба? Жарайды. Ал қызыл түсті ала ғой. Осы домалақтардың үстеріне домалақтап шығамыз тағы да. Тамызамыз жақсылап. Келесі қай түсті таңдасақ болады? Келесі қай түсті таңдаймыз? Жасыл. Жарайды, жасылды ала ғой таяқшамызды. Жақсылап тамшылап шығамыз, Аспанжар. Ұнап жатыр ма саған, Аспанжар? Өте қызықты болып жатыр ма? Иә. Керемет. Аспанжар, енді бізде соңғы қандай түс қалды? Ал енді ақ түспен жүрейік. Ала ғой. Түрлі түсті болып жатыр, е? Аспанжар, біз енді түрлі түстерді жасап болдық қой, е? Тамыздық, домалақтар жасап. Енді осы таяқшамен гүлдерді жасасақ болады, әр домалақты, немесе шеңбер қылып араластырсақ болады. Келе ғой. Қалай жасағың кеп тұр? Гүл қылып жасасақ та болады. Аспанжар, біз гүлдер, домалақтар жасадық, е? Енді бізге ең соңғысы, осы зерттеушіміздің қорытындысын, осы ақ түсті ақ қағазға түсіру керекпіз. Кел, ақырын қоямыз. Екі қолмен жасай бер жұмыс. Ақырын суға, судың бетіне апарамыз. Аспанжар, біз енді ақ түсті алып болдық қой. Енді ақырын шеттен аламыз да, ұстай ғой. Бір бұрышын ұста сен. Мына Аспанжар, бізде бүгінгі ақ түсті су бетіндегі түрлі түсті бояулардың зерттеуіміздің қорытындысы осы екен, Аспанжар. Зерттеу жұмысы сізге ұнады ма? Иә. Енді үнемі әрдайым қатысып тұрамыз ба зерттеуші жұмыстарымызға? Иә. Кел, әкел бесті. Жарайсыз.